Сәлем достар, қалайсыздар? Астанадағы ең үлкен мешітке бара жатырмыз. Астанадағы емес, және орталық Азиядағы ең үлкен мешіт. Біз таксиден түсіп қалып, жаяу келе жатырмыз. Өте керемет, енді айта алмаймын, сөзбен жеткізу мүмкін емес мына әдемілікті. Сондай тап-таза, басқа жақта жүрген сияқтымыз. Көрдіңіздер ғой, бір парк сияқты. Келіп, демалып, мешітке кіріп, намаз оқып, мына көріністі тамашалаудың өзі бір бақыт қой. Біз кіреберісіне жетіп қалдық. Кіреберістегі есік әлемдегі ең биік ағаш есіктердің бірі болып саналады екен. Кеттік, ішке кірейік. Аяқ киімімізді шешіп, ішіне кіріп келе жатырмыз. Біз мұнда дананың атын қойдыруға кіріп келе жатырмыз. Бір жасқа келгенше азан шақырылып аты қойылмаған. Осы мешітте атын қойғызу бұйырыпты. Қазір атын қойғызып, сосын үлкен залға барып көрсететін боламыз. Ал біз үлкен залға кірдік. Мұнда адамдар көп, байқап тұрғандарыңыздай. Қабырғада Алланың 99 есімі жазылған. Сондай қазақи ою-өрнектермен безендірілген. Амина. Біз де дұға жасап, тілек тілеп отырмыз. Аумин. Ne güzel. Suluğum. Біз шықтық, балалардың қарны ашты. Келесі жолы балаларсыз келеміз деп кеткенбіз, бірақ кім білген біздің көшіп кететінімізді. Астананың аспаны сондай әдемі. Өзіме қатты ұнайды Астана. Біздің балалар Астанада туылған. Төртеуі де сол себепті олар да жақсы көреді, әлі күнге дейін сұрайды, қашан барамыз деп. Бұл видеоны соңына дейін көрген жандар, сіздерге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Сіздерге енді Шымкенттің жақсы жерлерін көрсетуге тырысамыз.